Қайырлы күн оқушылар. Бүгін бізге қазақ тілі сабағы бірінші күннің ретін жазамыз. Қыркүйектің 10-ы, сәрсенбі, аптаның күні. Дауысты дыбыстар және олардың түрлері, оның түрлері. Өткенде біз дыбыс және әріпті өттік. Дауысты дыбыс пен дауыссыз дыбысты ажыратып өттік. Енді дауысты дыбысты тағы да бір есімізге түсірейік. Дауысты дыбыстардың айтылу ерекшеліктері мыналар екен. Дауысты дыбыстар айтылу кезінде ешқандай кедергіге ұшырамайды, ауыз қуысынан еркін шығады. Дауысты дыбыстар созылып айтады, мысалы а, о, у және дауысты дыбыстар олар буын құрай алады екен. Енді келесі кестеге назар аударайық. Айтылу кезінде кедергіге ұшырамай жасалған дыбыстарды дауыстылар деп атаймыз. Ереже, айтылу кезінде кедергіге ұшырамай жасалған дыбыстарды дауыстылар деп атаймыз. Балалар, бұл ережені жаттап аламыз, дәптерімізге жазып алсақ та болады. Дауысты дыбыстар олар жуан және жіңішке болып екіге бөлінеді екен. Жуан дауысты дыбыстар а, о, у. Ал жіңішке дауысты дыбыстар ә, ө, е, и, у. Енді дауысты дыбыстар барлығы 12 екен. А, ә, и, о, о, у. Кейде дауысты, кейде дауыссыз мінекей оларды біз көрсетілгенде қызыл түспен белгілейміз. Тапсырма барысында біз тақтаға қызыл бормен астын сызып жүрдік. Енді дауысты дыбыстар түсінікті деп ойлаймын. Бұл қайталау тақырыбы ретінде берілген бізге. Келесі тапсырма барысында енді дауысты дыбыстармен жұмыс жасайтын боламыз. Бірінші тапсырмада мынандай Түркістан деген Мағжан Жұмабаевтың өлеңі берілген. Былтыр өттік біз оқу және тіл дамытуда. Енді Түркістан деген өлеңді дәптерімізге көшіріп жазамыз да, мағынасын түсінеміз және дауысты дыбыстардың астын сызамыз. Мен мына жерде астында сыздым және қызыл түспен де белгілеп қойдым сендерге көрнекті болу үшін. Енді сіздер тек қызыл қарандаштарыңыз болса, дауысты дыбыстардың астын сызып қоюларыңызға болады. Мінекей. Немесе жай қарандаш болса, жай қарандашпен астын сызып қойыңыздар дауысты дыбыстардың. Түркістан екі дүниенің есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой, тамаша Түркістандай жерде туған түріктің тәңір берген несібесі ғой. Түркістанның киелілігін айтады. Біз Түркістанды киелі жер деп айтамыз. Жақсы, бірінші тапсырманы орындаймыз. Енді екінші тапсырмаға көшеміз. Екінші тапсырмада көмекенің орнына тиісті дауысты дыбыстарды қойып жазу керекпіз. Мысалға, табғат деген сөз болмайды. Мына жерде дауысты дыбыс жетпейді. Табиғат. Мінекей. Дауысты дыбысты қойдым. Бізді жан-жағым ыздан, қоямыз. Қоршап деген сөз болмайды, қоршап тұр. Мінекей осылай сөйлемді көмектенің жазып келе жатырып, көмектенің орнына тиісті дыбысты қойып жібереміз, сосын жазамыз. Өте оңай тапсырма, сендер орындай аласыңдар. Оған сенемін мен. Келесі үшінші тапсырма. Егер де екі тапсырманы орындап әдемілеп болсаңыздар, мына үшінші тапсырманы да орындауға болады. Кімнің жағдайы келеді, мысалға Аманжолдың бірінші, екінші тапсырманы тез орындап тастайды. Аслан, Ырысбек, Дилара, Байзақ, ал Рауан, Адина, Әсем, Ернұр, Алиналар олар бірінші, екінші тапсырмамен де орындаса да болады. Ал үшінші тапсырмада жаңағы айтқан балалар орындауларыңа болады. Орындаңдар. Екі тапсырма жеңіл. Болашағы қаласының зор Нұр-Сұлтан дейді. Сөйлем бір-бірімен байланысып тұр ма? Әрине жоқ. Дұрыс байланысқан сөйлем Нұр-Сұлтан қаласының болашағы зор. Нұр-Сұлтан ғимараттар ғажап зәулім жатыр қаласында салынып. Бұл жерде де сөйлем байланысып тұрған жоқ. Нұр-Сұлтан қаласында ғажап зәулім ғимараттар салынып жатыр. Осылай дұрыс сөйлемді бірден дәптерге жазуға болады, немесе былай көшіріп алып, сосын астына дұрысын жазуға болады. Балалар, тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Тақырып өте жеңіл. Сау болыңдар.
кері байланыс күтемін мен сіздерден. Тапсырманы әдемілеп орындаңдар.